Атамның үйінің артында құдық тұрды. Менің есімде қалғаны ол жерде мүлдем су болмады. 10 жылда емес, 20 жылда емес, 30 жылда емес. Атам айтқан ол жерде мүлдем су болмаған деп. Әжеміз бізді құдықта Кекемұра бар деп қорқытатын. Кекемұра деген сөзден інім екеуміз қатты күлетінбіз. Бір күні әжем бізге осы құдық туралы әңгіме айтып берген. Баяғы 52-ші жылдары атам осы үйді салды. Ал әжем үйленіп осы жаққа көшіп келді. Атам терең құдық қазды. Және ол кезде электр құрылғылары жоқ болды. Құдық қазылды, ал су болса жоқ болды. Сосын ағашпен жауып қойды. Суды көше жақтан алатын болды. Сосын біртүрлі заттар пайда бола бастады. Біреу осы ағашты тырнап тастайтын ішінен. Ол қойды, тауықты ұрлайтын. Оны әже көргенде қорқынышты көрініс болды дейді. Атам Кекемұраға сенуге бас тартты. Жақында су шығады деп ойлады. Таңертең күн шықпай тұрғанда әжем сол мақұлықты көрді. Ода ақшыл тері сырттай өте арық болды. Терісі сүйекке дейін және ұзын саусақтары. Осы айтқан бойынша рейк деген құбыжыққа ұқсас болды. Осылай құдық көмілмей біраз жыл тұрды. Ол құдық әлі күнге дейін ағашпен жабылып тұрды. Ата мен әже өмірден кетті. Ал құдық туралы оқиғаны бәрі ұмытты. Бұл жақ бізге жазғы демалыс жеріне айналды. Сосын бізге бір ой келді. Біз Влад екеуміз осы мақұлықты көруге барамыз деп шештік. Шынымен, біз Кекемұра дегенге сенбедік және мазақ қылдық. Нағыз рейкті көру бәріне қызық болды. Сол күні біз ата-анамыздан палаткада қонуға рұқсат сұрадық. Әкеміз бізге рұқсат берді, ал анамыз болса қарсы болды. Далада біз ескі шамды қосып алдық, рейкті анықтап көру үшін. Влад еттің бір бөлігін алды, мақұлықты алдандыру үшін. Ата-анам ұйықтады, ал біз құдыққа ет қойдық. 2 сағат бойы дымда болмады. Інім чипсы жеп ұйқыға кетті. Ал мен әрең көзімді ұстап тұрдым. Бір кезде мен дыбыс естідім. Менің қатты қорыққаным сонша, тіпті қозғала да алмадым. Бір кезде бар батылдығым жинап, Владты оятуға бел будым. Оны оятып, саусақпен тыныш деп құдық жақты көрсеттім. Екеуміз тыныс алмауға тырыстық. Бір кезде ол маған «Дымда жоқ қой, неге ояттың?» деп ұрысты. Ал мен болсам «Дыбыс естідім» деп айттым. Ол маған сенбей далаға шығып кетті. Мен оны тоқтатқым келді, бірақ үлгермедім. Мен де шығып інімді іздедім. Ол ешқайда жоқ болды, және менде паника болды. Ол мені артынан келіп қорқытты. Сосын қарқылдап күле бастады. Және құдыққа қарай кетті. Ол жерде ет жоқ болды. Влад мен оны алдадым деп ойлады. Және қорқытқым келді деді. Және маған сенбейді. Сосын құдыққа қарауды шештік. Ол енді ғана құдыққа қарауды шешті. Мен оны тоқтатқым келді, бірақ ол маған мән бермеді. Ол құдыққа қарап қатып қалды. Мен одан неге қатып қалғанын сұрадым, бірақ ол үн қатпады. Ол мені алдап тұр деп ойладым. Сосын мен де қарауды шештім. Қараңғы құдықта бірдеме етті жеп отырды. Мен қорққан сонша тіпті қозғала алмадым. Мен қатты айғайладым. Әкем оянып далаға шықты. Әкем фонарикпен қарады. Оны алып шықты. Інім қолын сындырыпты. Бірақ аман есен қалды. Әкем біздің сөзімізге мән бермеді. Себебі қатты ашулы болды. Және ешқандай да рейк өмір сүрмейді деп құдықты көміп тастады. Біздің әжеміздің айтқаны шын